Исламға шақырушы адам немесе дағуатшы бұл Алла тағаланың және де оның елшісі саллаллаху алейхи уассаламның жер бетіндегі халифасы, орынбасары іспетті. Сол үшін бұл адамның айтқан әрбір сөзі, істеген әрбір әрекеті адамдар үшін дінде бар, яғни Құран мен сүннеттен бастау алатын бір іс-әрекет немесе сөздер болып қабыл етіледі. Сол үшін исламға шақырушы адам немесе мұсылмандарды жақсылыққа шақырып жамандықтан тыятын адам айтар сөзін алдын ала жіті зерттеп, сараптап алу керек. Одан кейін барып басқаларға айту керек. Себебі ол исламға шақырушы адам бір сөзден қателесетін болса, бір үкімнен қателесетін болса, оны тыңдаушы адам оны Алланың сөзі немесе пайғамбардың сөзі деп қабыл етеді ғой. Сол арқылы ол шақырушы адам бірінші өзін адастырады, одан кейін өзгені де адастыру қаупі бар. Сол үшін бұл адам мейлі діни маман болсын, немесе қатардағы мұсылман болсын, егер де дін атынан бірдеңе сөйлейтін болса, қандай да бір үкім айтатын болса, алдын ала сол тақырыпты жіті зерттеп, зерделеп алу керек. Әйтпесе бұл адамның исламға алып келетін қаупі дін дұшпандарынан да асып түседі. Себебі дін дұшпаны бірдеңе айтатын болса, оның дұшпан екені ортада белгілі. Адамдар оны тыңдағанда оның мұсылман емес екенін біледі, немесе оның бір дұшпан екенін біледі. Ал дағуатшы адам бірдеңеден қателесетін болса, оны адамдар Алланың сөзі, пайғамбардың сөзі деп ойлап, оның дұрыс емес екенін ішінен біліп тұрса да, яғни ішінен ол өзінің бұрынғы пікіріне қарсы болса да, бірақ Алланың сөзі ғой, пайғамбардың сөзі ғой, мен қателескен болуым мүмкін деп, ол нәрсені қабыл етіп қояды. Сол үшін дағуатшы адам әрдайым айтар сөзіне дәлел дәйегі дұрыс болу керек, жіті зерттеген болу керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, дағуатшы адам айтар нәрсесі дұрыс болғанның өзінде, оны қарап зерттеп алғанның өзінде дұрыс жеткізе білу керек. Яғни ол мәселесін зерттегенде оған дұрыс дәлелдер қолдана білу керек. Себебі оны тыңдаушы адам кейіннен бұның қолданған дәлелінің дұрыс емес екенін, орынсыз екенін білген кезде, бұның айтқан дұрыс мәселесінің өзін бұрыс қылып, дұрыс емес қылып қабылдап қалуы мүмкін. Себебі оны өз кейіннен зерттей алмайды да ол адам. Естіді, мысалы, сіз дұрыс нәрсе айттыңыз, алайда дәлеліңіз дұрыс емес болған болса, кейіннен сізді тыңдаған адам сол дұрыс емес дәлелдің нәтижесінде сіздің айтқан дұрыс нәрсеңіздің өзін қабылдамауы мүмкін. Өйткені ол адамның зерттеуге мүмкіншілігі болмайды. Сол себепті сіз бір исламның бір үкімін алдыңызда жаңағыдай батырып жүрген боласыз да. Сол үшін әрдайым дағуатшы адам егер де маман болмаса, діни маман болмаса, екі нәрсеге мән беру керек. Біріншісі айтар нәрсесін зерттеу керек дұрыстап. Екіншіден айтқан кезде оларға дұрыс дәлел дәйек қолдана білу керек. Ал егер исламға шақырушы адам діни маман болса, немесе бір имам болатын болса, оның қандай әдіс тәсілдер қолданатынын, қандай ілімдерді зерттеу керек екенін біз Құдай қаласа келесі сабағымызда жалғастыратын боламыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.